Баршаңызға қайырлы күн достар, есімім Алтынай, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерді өз каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгін біз осындай өте дәмді, әрі тез, жеңіл дайындалатын плюшке дайындайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді және сүйік майымызды, қантымызды саламыз және оның үстіне қамыр қобызғышымызды, яғни дрожжымызды саламыз және бір шай қасық тұзымызды салып, дәміне қарай және оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып, жұмсақ етіп, електен өткізілген ұнымызды салып, қамыр илеп алатын боламыз. Міне осылай қамырымыз дайын болды. Енді оның бетін салафанмен жауып, 1 сағатқа тындырып қоятын боламыз. Қамырымыз осылай әдемі болып көтерілгеннен кейін арнайы столдың бетіне ұнымызды сеуіп, қамырымыздың барлығын сол ұнның бетіне түсіріп, қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз және бөлген екінші бөлігімізді теңдей етіп 7 бөлікке немесе 6 бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Мен енді 7 бөлікке бөліп алдым. Барлығын бөліп алып, дөңгелек пішінге келтіріп алатын боламыз. Міне осылай дөңгелек пішінге барлығын келтіріп алып, бір ыдысқа салып, бетін жауып қоямыз. Енді дөңгелек шеңберлерімізді барынша 4 бұрышты етіп жайып алатын боламыз. 4 бұрышты етіп жайып алғаннан кейін, оның ортасына сары майымызды ертіп, сары майымызды жағамыз және оның бетіне қантымызды сеуіп, дәл осы видеода көріп тұрғандарыңыздай орап шығатын боламыз. Міне осылай барлығын формасын келтіріп алғаннан кейін жұмыртқаның сары уызын барлығының бетіне жағып шығатын боламыз. Барлығына жағып болғаннан кейін алдын ала қызып тұрған пешімізде 200 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне менің плюшкелерім осылай пісіп шықты. Көріп тұрғандарыңыздай түсі өте керемет, дәмі де өте керемет болып шығады. Сіздер де дәл осы рецепт бойынша үйде балаларыңызға шаймен ішкенге жасап берсеңіздер болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздермен бірге болған Алтынай. Баршаңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып қалдырып кетіңіздер. Және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.